Қазақтарға кітап оқытпау деген мәселе бар емес па? Сол негізі 1883 жылы Санкт-Петербургта кәдімгі үлкен жиналыс болады. Сөйтіп мына қазақтардың саны көп, өте қатты оқып жатыр. Мыналардың кітап құмарлығы деген сойған. Енді жаппай ескі кітаптардың бәрін алып барып, бұлар жаңа қазанда печаттап жатыр. Сондықтан бұны тоқтату керек деп. Сөйтіп 85 жылы бұлар цензурный комитет құрады. Главное управление по делам печати деген. Оған Смирнов деген шовинист әкеліп отырғызады. Оның мақсаты біреу-ақ қазақтарға кітап оқытпау керек болды. Кітап оқытқанда андай жеңіл-желпі кітаптар оқыта беруге болады. Лиреп сығырлар деген сияқты. Бірақ ана адамның ішкі әлемін қозғайтын, сені ғайыппен, құдаймен жалғайтын, иман мәселесін толықтатын заттар бар емес. Кәдімгі тізімдегі кітаптар болған ба? Иә, бәріне тыйым салып сол кезде. Сосын оғанда да тоқтамай жатыр дегеннен кейін онда қағазды қымбаттатыңдар дейді. Сосын налогты көбейтіңдер дейді. Бірақ өзі қазақтардың байлары шіріп жатыр ана жерде. Жылқының бәрі арғынның, жаңағы найманның ортада жаңағыдай арқада жатқан жылқылар деген 5.000, 7.000, 12.000. Сосын не істейді бұл орта жүздің байлары? Барақтан кітапты бастырып әкеле береді. Сосын олардың бәрін заңмен қысқаннан кейін одан кейін контрабанда күшейіп кетеді. Қазақстанға қазақтар жасырын жолдармен кіргізеді. 4 каналмен кірді дейді ғой. Біреу Каспий теңізі арқылы кірді, Ақтау жақтан, біреу Ауғанстан, Өзбекстан жақтан кірді, біреуі Қытайдан, Ұйғырстаннан кірді, сосын Қазаннан кірді. Сол 4-еуінде де цензура қойып, бірақ оны істей алмайды, өйткені ол қаптың ішіне жасырып кіре береді ғой. Болмағаннан кейін айтады, мыналар тоқтата алмаймыз, себебі кітап оқығаннан бөлек енді бұлар өздері кітап жазуға кірісті дейді ғой. Ыбырай Алтынсарин шығады, Абай шығады. Оның артынан Міржақып Дулат Бабатайұлы шығады, сосын қайдағы жоқ. Қазақтарды құтыртатын, қанын қыздыратын өлеңдерді жазып қойды. Міне кетті, міне контрольдан шықты, енді қыру керек бұларды деп. Ол балдар миын қалай шаяды ана жерде. Енді сондай ми шаю процесінен өткен қазақтар болды, өлді, тынды. Бұлар енді өзінің кім екенін білмейді. енді Деліқұлы бітті дегенде 86 жылы анандай Колбин деген кім қақтан келеді деп бәрі көтеріліп шығып тұр мысалға. Соның бәрі қалай болды деген кезде әдебиеттен болды деп айтады. Бұған Ілияс Есенберлі мен Мұхтар Мағауиннің тікелей ықпалы бар бұл жерде. Бұлар алдыдағыны сол қазақтың ханы болған, Кенесары болған, қалай ана кітаптар сол кезде басылып қалай шыққан, мен таңғалып, қалай аласапыран шығып кетті 82 жылы. Сосын алдаспан ба? Ең бірінші шығатын жыраулар поэзиясы. Мағауиннің ең бірінші Шалкиіз деген қазақта бұдан атқан ақын жоқ еді деп. Асан қайғы шығып жатыр, Доспанбеттер шығарып жатыр, әкесін танытып. Бұл жырлардың бәрі одан бөлек діни ақындарды жырлайтын кімді Немат Келімбетті кеп салып жатыр. Осылардың бәрін оқып алғаннан кейін бәрі оятып жібереді аналарды қайтадан. Сол кезде бұл ең ауыр миссияны осы әдебиетшілер қабылдап алды. Ауыз ашар туған күн не бар, қандай мереке бар жиналып тойлайтын. Төрге ең бірінші қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдерін отырғызыңдар.